Сәлем достар! Осындай дәмді фисташковый пирогты үйде өзіңіз дайындап көргіңіз келсе, рецептімен бөлісемін. Ол үшін 100 грамм жұмсақ сары майға 50 грамм қантты, 1 жұмыртқаны және 200 грамм ұнды, 1 шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, жақсылап қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоюға болады. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін 150 грамм творожный сырға 2 жұмыртқаны және 150 грамм сгущенканы қосамыз. Одан соң 150 грамм қаймақты қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді 1 шай қасық фисташка пастасын қосамыз және 2 шай қасық фисташка ұнын қосамыз. Одан соң 1 ас қасық кукурузный крахмалды қосып, барлық массаны жақсылап араластырамыз. Енді формаға қамырды жайып аламыз да, осы салмасын құятын боламыз. Одан соң алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 30-35 минутқа салып пісіріп алатын боламыз. Міне осындай пирогымыз дайын болды. Рецепт ұнаған болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.